деген еледек абайсыз өскен алшаңым, тәксіз өскен тарпаңым, ерлері көрдей қарасып жаратып сұлу ат мінген, ебейдей түсі салынған, егеуде тісі жалынған, шеңбердей белі бүгілген, еңіреуде көзі үңілген, қоғадай жалын төгілтіп, шортандай бауырын жаратып, жорықпен тойда жасанып, әзіреттің ойында қаншама айлар көшкенмен, қаншама ел болжа дескенмен, ой талауға тағы көне алмайым, алмалын жанын қиып бере алмай, адырау жайлап жем көжеп, атанларын дестеңдетіп, арғымағын жемдесіп, үстіртке қарай беттеген, Маңғыстауға жетпеген, о күндері біздің ел бір жерде мекен етпеген. Ой жатса да тұрса малының ай, қонысы естен кетпеген, Маңғыстауды жайлаған жұрт онына қарасақ, талай ел болған жер екен Хорезмнің бектерім. Шашырап бізге шеткерім, қазақ деген қашқын келді деп, тілекті Аллау берді деп, ауылда тонап малдалып, күнмен құлғып жандарым. Тұтқынды қорлап кесектеп, қазақтың көрсе шабысын, қуалады есектеп, бұл хабарды естітіп, біздің ерлер күйіндау, жаталмадау үйіндем. Сауыттарын киінді, ат шаптырып жиылдым. Ақпан деген айтулы, қарт батырдың үйінде, ететін болдау түйіндім. Жиналыстың ішінде, ерлерде барау қайратта, дұшпанға шапқан кешегім. Аждақадай айбатты, жауын талай жайратқан, садақтың оғын қайратқан, ол сонда батыр айтыпты, ай, осы топтың ішінде дабылы күшті ерлер бар, қайратта асқан шерлер бар. Мейманасы тасқан дұшпанның жер тістеткен жерлер бар. Ой, Хорезмнен бектерім, босқын ел деп шеткерім, әйелімді күн қылып, жас баламды жылаттым, қылышын бізге сынапты. Ой, бұған қайтып шыдайын, жолымды қылғай алайым. Ай, Ақпан деген қарт батыр, ер басына қосаттым, етелетіп жүргіздім, жауға мінер босаттым. Қабырғадан саз болсам, шапалақ жауған қар болса, ой, айшылық жолға айдасам, ай, байдасын іркіп мойымас, азықтарын айшылық өңкей нарға қосаттым, жетектегі атар жарадым, шекесінен қарадым, киікпен қашқан құлынды соғыптай алып барады. Әскер ауыр қол, бастығы Ақпан батыр сол. Көпті көрген күнеге, қараңғы тұман түндедей, сапар шегіп жол жүрсе, табылады екен айсара жол. Бірнеше күндер өтеді, қара төбе Маната деген жерге жетеді. Маңғыстауда соғынды қалыңдылық жер екен. Бозарыстың түбінде қара шағыр шадас құдық бар, ордың бойы есекен. Ерлер барлау саладым, шарықты байқап алады, қалың елдің еңселеп, таң алдында барады, желпіндіріп тубайлап. Ерлерім тұрды ат сайлап, ой, көгалаң таң болғанда, шақырады ұран айқайлап, құлақты сүрен çalадым. Ат дүбірі жарады, мұңды болған көп тұтқын, еліне көріп ерлерін қуанып естен танадым. Ой,
ой бақырауық бектердің салтанат ау тәрк қып олжаға елді қарық қып ой шал құйрығын дүбірлетем ерлерім айдап барады бір күн бір түн өтеді сәске мезгіл болғанда анық түске толғанда екі-үш жерден тубайлап шекпе-шекте байқайлап мың жарым кісі ауыр қол артынан қуып жетеді екі жақта айқасып ұрыстың болды ұлысы қатарда қатар ұрысып саржаның таттау кірісін ой бөріктер ұшып торсылдап біреулер қалдау қорсылдап қай жақтан да ер өлдім ой әз өлмеді ау көп өлдім күннің көзі тұлданып батысымен ау шығысым басылып ұрыс көнердім шоққысында қара құс ой шығанақ теңіз тұсында ой жағалай жатқан көбі бам солардан қалған жер едім жылдардан жылдар өткенде Маңғыстауда қонысқам адайда алып келедім сұрасаңыз бозбала бұл ақиқат сөз ғана шешіренің сүрлеуін кәріден естіп білгеннен осылайша әр жерде қашаған айтып береді ай